шамал сабырлық. Бірінші сұраққа байланысты. Біз биылғы таңда әскерде СМС байланысты заңдастырдық. СМСті алған әрбір әскерге шақырылушы СМСті қабылдағаннан соң ол сол жергілікті қорғаныс департаментіне баруға ол тәуелді, соған бару керек. Ол осы Астана қаласында болған жағдайды айтып отырсыз, да? Астана қаласында сол біздің сол жаңа шақырға қайта келмеген адамдарды біз ішкі істер министрлігіне береміз. Ол заң бұзушылық. Сондықтан олардың фамилияларын алып, олар осындай жаңағы жедел профилактикалық жұмыстар жүргізеді. Сол профилактикалық жұмыстар жүргізген уақытта олар осы жаңағы біздің әскерге келуге міндетті әскери шақырушыны ұстады. Оны апарып жаңағы қорғаныс департаментіне апарып, оны медициналық тексеруден өткізгенде оның денсаулығында ақаулықтар бар екені шешіліп, оны жергілікті өзінің тұрғын орнына қайтадан медициналық жаңағы көмек көрсетуге жіберілді. Сол бала, я? Сол бала. Кез келген баланы сондай қоғамдық орыннан алып кетеді, я? Қашып жүрсе, қай жерден алып кетеді, қайдан алып кетпейді, сол туралы айтып кетсеңіз. Иә. Кешірім сұраймыз, сүйретіп алып кетуге Бүгінгі закономерно. Жоқ, мына жерде жаңа айтып заң бойынша СМС хабарлама алған әрбір келуге міндетті. Бүгінгі таңда сіздерге айтатыным, мысалы, біз бір шақыру науқанында 20 мыңнан астам сарбаз шақырамыз. Соның бүгінгі таңда бір 5-10 осындай жағдайлар болады. Және де жедел профилактика өткізген кезде осындай өте қатаң заң бұзушылықтар, олар 1 емес, 2 емес, 3-4 шақыруға келмеген адамдар.